Енді осы ұстанымыңыздан өзіңіз бір таяқ жеген кездеріңіз болды ма? Нерв бар. Одан қалды 1,5 сантиметр жерде ми тұр ғой. Оған қажетті құрал жабдықтар еліміздің әрбір ауруханасында бар ма? Сіздің айтып тұрған нәрсеңізді маған ешкім айтқан жоқ дейді. Отандас әріптестеріңіздің жағдайы қалай жалпы? Емханадан бастайықшы. Жалпы өзіңіз креслоға құмарсыз ба? Оқуға түсейін деп жатқанда кімге сенесің? Көк миыңа, көкеңе елде көк қағазға дейтін. Олар ауруханаға өлген адамда келіп тұр. Бірақ сонда да ана дәрігерлер жаман қылып сабап ұрып жатыр да, не істейсің сен құдай емессің ғой. Аяқ қолың терлейді. Дірілдеген жоқ, терледі кәдімгі. Егер әке сізге үлкен бір қызмет берілсе, медицина саласында, ең бірінші нені өзгертер едіңіз? Абайдың тілімен айтқанда, закон қуатты адам болатын болсақ, онда. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, көзі қарақты көрермен, назарларыңызда Айқын YouTube арнасы, оның жүргізушісі мен Қайнар Жұмағожа. Иә достар, біздің YouTube канал өткір сұрақтар мен жүйелі жауаптарға һәм салмақты сараптамаға толы. Тек сәл уақытыңызды бөліп, сұхбаттарымызды көріп, лайк деп тапсаңыздар, лайктеріңізді баса кетіңіздер. Себебі сіздердің басқан löпіл қалдырған пікірлеріңіз қадамымызға қанат байлап, шабытымызға шабыт қосары ақиқат. Жә, көп сөйлеп созбайық, әдептен озбайық, күн тәртібінде келелі бір медицина саласына қатысты әңгіме қозғайық. Бүгін бізде ерекше қонақпен бір айрықша әңгіме, сүбелі сұхбат болады деген ниетіміз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы ауруханасының лор дәрігері Медет Елтайұлы Махамбет келіп отыр. Медет мырза, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, Қайнар мырза. Жалпы жексенбілік көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Енді біздің негізгі сұхбаттарымыздың басым көпшілігі өзі жұмыс күндері болады. Бүгін бір ерекше сұхбат, жексенбі күні, себебі сізде уақыт тапшы дейді. Жалпы сенбі, жексенбі сізде ұдайы жұмыс болып тұра ма негізі? Жалпы мына хирург болғаннан кейін біз операциялар жасаймыз ғой. Сол науқастардың барын тексеріп қайту керек. Олардың операциядан кейінгі жағдайы қалай, кей күндері болады, сенбі күні ота жасаймыз. Болмаса ана бір жедел жағдайлар болып қалған кезде жұмысқа шақырып алады. Сондықтан былайша айтқанда 24-та 7 ғой жұмыста. Тамаша. Енді жалпы ұйықтауға күніне қанша уақыт бөлесіз? Мен мысалы үлкен ойлардан айтылады ғой, өзің істемейтін нәрсені біреуге ақыл қылып айтпа дейді. Яғни мен ұйықтауға толыққанды 7-8 сағат уақыт бөлемін. Күнделікті жататын уақытым ол кешкі 10-да мен ұйықтаймын. Таңғы 5-те тұрамын. Күнделікті солай? Күнде солай. Сенбі, жексенбі деген уақыт жоқ бізде. Мен егер мүмкіндік болса, онда тіпті сенбі болсын, ертеңгі демалыс күніне қарамастан, мен онда жатуға тырысамын. Бұл енді қашаннан бері жалғасып келе жатқан бір әдет дейміз бе? Бала күніңізде сондай ма еді? Мен бала күнімнен алғанда спортпен заниматься еткен адам ғой. Бос уақытқа дейін енді. Қазір өзім үшін кезінде көп жаттығу залынан шықпайтынбыз, аптасына 5 рет. Сол спорт бізді жаңағы тәртіпке үйретті. Жақсы. Енді мына сұхбатымыздың басын өзіңіздің осы бір балалық шағыңыздан бастап отырмыз ғой. Жалпы сізді енді мына біздің аудитория, Қазақстанның азаматтары, біздің отандастарымыз негізі Қазақстанда алғаш рет құлаққа эндоскопиялық трансканалды ота жасауды тәжірибеге енгізген дәрігер ретінде жалпы жақсы таниды. Енді бүгінгі сұхбатымыздың осы бір әліппесін осы өзіңіздің балалық шағыңыздан бастайықшы. Осы қай өңірдің тумасы боласыз, қай оқу орнын тәмамдадыңыз, медицина саласына қалай келдіңіз деген секілді. Мен Ақмола облысы Зеренді ауданы Қызылағаш деген ауылдың тумасы болам. Яғни ол жақта Көкшетау қаласының Дарын мектебін түлегіміз. Медицинаны осы Астананың өзіміздің медицина университетінде оқыдым. Бала кезімізден жаңағы енді былайша айтқанда әкеміздің қолының шеберлігі бар. Ол кез келген механика, мысалы
көлік болсын, трактор, машина, соның моторын шашып жинайтын еді. Енді әкеміздің жағынан ол сол қолдың ептілігі шығар. Содан мамам 3-ші класстан бастап айтатын. Сен қолың ебі бар, сен бала хирург боласың, сен бала хирург боласың. Сөйтіп 5-ші класста шешіп қойдық. Иә, мен медицинаға түсіп 5-ші класста. Одан кейін басқа ойда болған емес. Бұлай бала кезімнен былайша айтқанда көп нәрсеге икемім келетін. Атқа мінуді де ерте үйрендік, жүзуді де ерте үйрендік. Сосын мынау бәкі дейміз ғой, кездік, пышақ. Әкемнің осындай бір 15 сантиметрлік кездігі болатын. Соны алып, ағаштан неше түрлі заттар жасайтын. Жаңа садақ, қылыш, пышақ. Өзіме керек нәрсені мен сол кездерден бастап өзім істейтін. Одан қалды пластилиннен неше түрлі жаңағы адамның, аттың, болмаса тағы да мүсіндерін өзім жасап алатын. Сөйтіп соның бәрін енді әке балаға сыншы дейді ғой, бірақ соны мамамыз бала кезімізден байқап қойған ғой, осы сен баладан хирург шығады деп сол кезден 5-ші сыныптан шешілген нәрсе ғой. Енді оны айта кету керек, қазақ әдебиетін сол бала кезімізден көп оқыдық. Соны мектепте жүргенде енді ол жерде әртүрлі дебаттарға қатысамыз, сосын ұстаздарымыз айтады, ой, сен сөзің жақсы, тілің жетік, екі тілде де жақсы сөйлейсің, сен журналистикаға бармайсың ба деп айтады. Мен айтамын, мен жоқ, маған бұл жағы көрсетілген бар ғой, мен басқа жағымнан өзімді дамытқым келеді. Яғни сөйтіп 2004 жылы ең бірінші бізде ОБТ дейді ғой қазір, сол НТ-ның ең алғашқы нелеріміз ғой, өткендеріміз. Сол кезде сол биология, 4-ші пәнді биология таңдап атсам, бүкіл мектеп шулайды. Өй, медицина, биологияны қайтесің сен? 4-ші пән ретінде нені таңдасайшы, қазақ әдебиетін сен деген. Мықты журналист боласың ғой деп. Жоқ деп, сол алған бетінен танбай, сол биологияны таңдап, осы Астанаға 2004 жылы осында универге түстік. Бала медет қандай еді? Үйдің екінші кенжесі болғаннан кейін, мен ерке баламын ғой. Ерке болғаннан кейін, өзім ағам болсын, мамам болсын, әкем болсын, ешқашан бетімнен қаққан емес. Өзім істеймін деген ойым алған нәрсені істеймін дедім бе, мен істеуім керек. Сөйтіп жүріп, жаңағы айтып отырмын ғой, атқа мінуді тіпті 8 жасымда ауылда әкемнің алдына отырып машина жүргізуді үйреніп алғам ғой. Ол кезде бойыңда жетпейді ана рөлге. Соны папа педальды басып отырды, сен рөлін ұстап, өзің жүргізесің. Ол кезде ол ұстатқызбай. Сөйтіп жаңағы ненің жүргізушінің куәлігін алған кезде мен машинаны 18 жасымда жаңағы өте бір кәсіби жүргізушілер сияқты жүргізіп кеттім ғой. Соны ерте одан қалды былайша бір ойлар туындайтын. Ана ертегіні енді мен мамам да папам да мұғалімдер ғой. Сол бала кезімізден кітап оқуды үйретті. Сөйтіп көп қазақтың ертегілерін оқыдық. Одан келді әрқандай ауқымды әдебиеттерді оқыдық. Содан өзінің ойын қалыптасып жүреді. Кішкене бір анау арман өзім қиялидім болатын еді. Армандап жүретін, мен осындай болсам. Сөйтсем сол армандар жаңағы ақырын соған қарай қадам басып, ақиқатқа айналуына сол үлесті тигізеді екен. Сол кезде өзім ойлайтын, мен ауылдың мектебінде оқыдық қой. Ауылда жүргенде ойлайтын, егер мен жаңағы спортпен заниматься етсем, сонымен жеңістерге жетсем деп армандайтын. Сонымен қалаға жаңа Дарын мектебіне түстік. 9 класстан бастап облыстық жарыстарда мен жүлделі орындарда жүрдім. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сөйтіп Астанаға жаңа оқуға келгеннен кейін жаңағы комбат джиу-джитсу дейді, яғни ол мынау жауынгерлік самбо сияқты ғой. Төбелесу, күресу бәрі. Соның ішінен 4-ші курсқа келген кезде республикалық чемпионат ұтып алдым. Сөйтіп жаңағы басты тренеріміз осы медет бүкілінің ішіне суырылып шығып ұтып алды. Астананың енді ол республиканский жаңағы
не ғой, жарыс болғаннан кейін Алматыда өткен ол кезде. 2007-те ма? Иә. Сөйтіп маған бір ауыздан спорт шебері деген атақ берді. Сол кезде, яғни бір ойыма бір істі алатын болсам, соны жүзеге асырмай тоқтамайтын. Бала кезімнен сол нем сондай. Енді осы ұстанымыңыздан өзіңіз бір таяқ жеген кездеріңіз болды ма? Таяқ жегенде жоқ, көбісіне көмек береді ол. Кейде, мысалы, қазір енді бір, былайша айтқанда, жас буындардан қарағанда бір ит көйлекті ерте тоздырдық қой. Соларға өзіңнің үйреніп алған нәрсеңді оларға үйретіп жатқан кезде үйрене алмай жатса, сол кішкене ашуын шақырады. Бірақ сен түсінесің де, ол сен емес, ол сен жүріп өткен жолмен жүріп өткен жоқ. Сондықтан кішкене ол жерде сабырлық көрсетесің. Бұлай өз басыма келгенде ешқашан бір кедергісін келтірген емес. Медицина саласына келдіңіз, жақсы. Лор дәрігер болуды қалай таңдадыңыз? Ол бір айтулы оқиға, мен жүрген жерінде әрқашан айтам. Бәрі өз 5 деген санға кеп тіреледі. Жаңа мен 5-ші класста медицина баруды шештім. 5-ші курстың ортаңғы кезінде неге? Бізді жаңа медицинаның студенттерін жоғары курстарда операционный неге кіргізеді, операцияларды көруге. Бізде жаңа жалпы хирургия болатқан. Сөйтіп мен о жерде бір қызығы шығып кетті. Өзімде қызығушылық болмады. Сосын ол операционныйдан шығамда басқа бір бөлмесіне кірем. Бір профессорымыз, мен ол кісіні жақсы білем енді. Операция жасап жатыр, мен көріп қалды. Сен біздің студентсің, не істеп жүрсің деді. Мен бірден білдірдім бе, болмаса жаңағы кіруге болмайтын бекен деп тұрып қалам ғой, сасқалақтап. Бері кел дейді маған. Қасына келдім. Мынау, мен қазір операция жасап жатырмын дейді, сен қарап тұр дейді. Сен лор боласың дейді маған. Сөйтіп жаңа мұрынға операция жасап жатыр екен. Мен таң қалдырды. Өйткені анау жергілікті жансыздандырумен істеліп жатыр деп, науқаспен сөйлесіп жатыр. Біз оған дейін үйреніп алғанбыз ғой, наркозда пациенттер ұйықтап жатады. Енді хирургтар өздері жұмыстарын істеп жатады. Пациентпен сөйлесіп, мынау қалай болады, мынау қалай болады. Мен аузым ашылып қалып, таң қалғаным сонша, жерде операция болғанша дейін қасында тұрдым. Сөйтіп шығамда өзіміздің жаңа группаластарымызға, мен лор боламын деймін. Олар айтады, сен қайдағы лор сен деген. Спортсменсің ғой, сен травматология барса, лор бола. Сөйтіп сол күні шешіледі. Содан 6-7 бітті, 7-ші курстан кейін резидентураға түстім. Осында резидентура деген біздің жаңағы узкий мамандықтар дейміз ғой. Сол лорды таңдау үшін тағы да қосымша оқу. Оқудан, дипломнан кейін оқулар ғой. Сөйтіп, осында Астанада біздің 2-ші қалалық аурухана ашылды сол кезде. Сол жерге барып, ол жерде басқа профессор, сол кісіге айтам, мен лор болайын деп едім, резидентураға түсіп. Жарайды деп. Ол кезде дәрігерлердің саны аз. Қазір де жетіспейді, ол кезде тіптіден жетіспейді. Емтихан тапсырып өткен кезде 13 адам ең алғашқыларымыз ғой, сол кезде Астананың жас буындарымыз. Біздің алдымызда бір 4-5 профессорлар бар, дәрігерлер бар, бірақ олар айтып отқан жаңағы стационарда істейтіндер, поликлиникада істейтін дәрігерлер көп қой. Сөйтіп біз сол 2011-де бастадық қой. 2011-де резидентурада лорды таңдап. Содан бері сол лордың несінде келе жатырмыз. Ұстаз көрген азаматсыз. Ұстаз жақсының ұстамы жақсы дейді. Ұстаздарыңыз атап беріңізші. Ең алғашқы ұстазыңыздан бастап. Ең алғашқы негізі дәрігер бірінші айта кету керек, менің өмірлік ұстазым ол Сәтті Қылышев Берік Сапарбаевич. Ол кісі лор емес, бірақ маған ол әлі күнге дейін ұстаз болып келе жатыр. Бағдарымды, жолымды көрсетіп отырады. Одан кейінгі осы жаңағы ең алғаш бізге осы танып қойған Гүлмира Амантаевна, ол кісі профессор. Қазіргі 4-ші курстан бері қолдау көрсетіп келе жатқан Аженов Талыпбек Мұратович, ол кісі де профессор. Сосын мынау дәрігер ретінде мен жұмыс жолын, енді резидентура былайша айтқанда ол оқу мен жұмыстың қатарласқаны ғой, жұмыс жолын дәрігер ретінде мен ана мен бала орталығында бастадым. Сол жердегі
ұстазым енді лор болып Бекпан Алмат Жақсылыкович. Осы енді 4 адам дейміз ғой, нағыз сен қалыптасуыңа өздерінің атаулы орындарын қалдырған кісілер. Жақсы, енді әңгімеміздің әліппесінде де айттық қой. Жалпы эндоскопиялық жолмен Қазақстанға алғаш ота жасауды алып келген дәрігер ретінде сізді таныстырып жатырмыз, қоғам солай біледі. Енді осы дәл сәтті бір есіңізге түсіріңізші. Ең алғашқы отаны қай күні жасадыңыз және пациенттеріңізде қандай диагноз болып еді? Осы эндоскопиялық отаны ең алғаш жасаған күніңіз? 22-ші жылғы мен Литва елінде оқуда болдым. Болашақ бағдарламасымен. Сөйтіп, ол жақтағы профессорым, ол күшті өте, енді керемет кісі, шынына келгенде, енді адами тұрғыдан да, кәсіби тұрғыдан да өте жоғары деңгейдегі адам. Сөйтіп, ол маған құлақтың операцияларын жалпы жасап жүрген, соның қиындықтарын, ерекшеліктерін көрсетеді. Мысалы, медицинада сен шетелдік азамат болсаң, қандай жерден оқу келсең де, ешкім саған операция істеткізбейді. А маған Литвада сол кісі береді. Мен ол кісінің ассистенті болдым. Сөйтіп жүрген кезде ой келді. Осы мұны құлақтың кейбір операцияларын, дабыл жарғағы дейміз ғой, ол өзі кішкентай ғана мүше. Былайша айтқанда 1,5-2 сантиметрлік деңгей, диаметріне. Сол тестіледі, сосын адамның естуіне зақым келеді. Ойлаймын да, егер мынау операцияны неге ол құлақтың артын үлкен тілікті кішірейтіп, ыңғайландырып, тесікті ғана жабатындай істесе қалай болады деп ой келеді. Сөйтіп, кітаптарды шұқылап жүріп, осы жаңағы әдісті жолықтырдым кітаптың ішіне. Эндоскоппен жасауға болады. Оған, мысалы, кішкентай ғана эндоскоп, микроскоптан үлкен нәрсе. Эндоскоп деген ол кішкентай түтікше. Былайша айтқанда камера ғой, кішкентай камера. Құлақтың өзі енді сыртқы тесігінен белгілі, ол тесік үлкен емес қой. Сөйтіп, оның кітаптан егжей-тегжейлімен толық жазылған екен, операцияның барлық есептер. Соны ойлап, оқып, елге келдім. Сосын, ол 23-ші жылдың басы. Сосын бізде енді президенттік ауруханада барлығы бар, құрал жабдық. Жаңағыда эндоскоптар бар. Құлақтың ішіне жасайтын, ота жасайтын құрал жабдықтар, ол өздері де кішкентай. Сөйтіп, мен айтам, біздің профессорға айтам, мен осындай операция жасайын деп едім. Ол айтады, сен жасап көрдің ба дейді. Мен айтам, жоқ, жасап көрген жоқ. Енді құлаққа бұлай жасап жүрміз ғой. Бірақ осылай жасағым келіп отыр. Сосын ол айтты, енді онда сен науқасқа айтып түсіндір бірінші. Сосын жаса деді. Сөйтіп, ұстазымыздың батасын алып, жасап көрдік. Алғашқы 10 операция, негізі одан бір кез келген операцияда өзінің постоперационный операциядан кейінгі асқынулар болады ғой. Болмаса, қойған жамау бітіспей кетуі мүмкін. Болмаса, науқастың жағдайы нашар болуы мүмкін. Бірақ осы өте тілік кішкентай болғаннан кейін қойылған жаңағы науқастың наркоз астында болу уақыты да азайғаннан кейін алғашқы 10 өте керемет шықты. Содан кейін барып бұл жасалып кетті. Ол былтырғы жылдың қаңтар айында істелдік. Пациентте қандай диагноз болып еді? Былайша айтқанда созылмалы ортаңғы құлақ отиті деп аталады. Ол былайша жалпақ тілмен айтқанда дабыл жарғағының тесілуі. Тесіледі, сол тесікті жамау керек болады. Тесік сөйтіп, біз оны жаңағы хаттамалы түрде біздің аурухананың несінде ендірдік. Сосын ақырын, мен басында өзім ойлағам. Бұл эндоскопиялық жасап жатырмыз, хаттамалы түрде енгізілді. Бірақ протокол дейміз ғой, протоколына. Акт внедрениеде. И ойлап жүргем, 100-ге дейін толтырайық, сосын статистика шығарып, сосын барып журналистерге айтып көрейік. Ақырын, сосын жаңағы баяндамалар жасайық деп. Жарты жылдың көлемінде 100-ге толмай жатып, саны
біздің пиар бөлімінің қыздары біліп қалады ғой оны. Ондай жаңалықтарыңызды неге айтпайсыз деп сөйтіп шығарып жіберді. Содан ол деген жаңағы ақпараттық алаңда деген бүкіл Қазақстанның қазір бұл туралы барлық лор дәрігер біледі. Өзіңіз айтқандай, мысалы, мені көретін болса, о, сен емес пе, медет, ана эндоскопиялық транскомальды операция жасаған деп. Ал былайша айтқанда, қазір оны осы жылдың басынан бастап шетелде де ендіре бастады. Орыстар, мен анау кейде мамандық кәсіби шеберлікті жоғарылату есебінде орыстарға барып қайтамыз. Орыстарға болмаса басқа Европа елдеріне де. Оларда жаңа эндоскопиялық операцияны үйретуді бастады. Енді біз жаңылыспасам осы отаны жасаған мемлекеттердің қатарына 5-ші болып ендік, 6-шы болып енген бізде. Қазір ол, мысалы, бір жылдың ішінде ол ақпараттық әлем, жаңа айтамыз ғой. Ол қалай? Мысалы, істедік, сосын жаңа, бұндай істеуге бола ма? Менен таң қалып сұрайды, оны қалай істейді дейді. Ол деген осындай, осы кітаптар бар. Сөйтіп, мынау көп қалалардағы дәрігерлер операция жасау маған звондайды. Медет, бізді келіп үйретіп кетші деп. Или сендерге барайық, көрейік деп. Сондықтан ол, сосын, мысалы, жаңағы оқу үйрететін жерлерді қарап отырсам, мысалы, сол эндоскопиялық операция деп атап көрсетіп жатыр. И мысалы, оны үйрену, негізі құлақтың операцияларын үйрену, ол бірінші, егер сен қолыңды мұрынның операцияларын үйреніп жаттыққаннан кейін бару керек та құлақтың операцияларына. Өйткені құлақтың ішінде ол мынау әр қарай 1 сантиметр өткеннен кейін дабыл жарғанның ар жағында үлкен қан тамыры бар, нерв бар. Одан қалды 1,5 сантиметр жерде ми тұр ғой. Егер мысалы қолың қалып кетті ме, сен науқасқа зақым келтіресің. Сондықтан бірінші толық машықтан үйренгеннен кейін барып отаға келсе, құлақтың операцияларына, онда бір жетістікке келуге болады. Енді жалпы бұл отаға сіз қанша уақыт дайындалдыңыз? Енді қараңыз, бұны осы уақытқа дейін енді 2011-де бастасақ, мен 12 жылдық опытпен келіп отырмын. 12 жылдық тәжірибемен. Әрине, енді дәрігерге қателік жасау кешірілмейді ғой негізі. Өте үлкен жауапкершілік. Жалпы енді қазіргі уақытта осы жаңа әдіспен өзіңіз Қазақстанға алып келген қанша ота жасадыңыз? Бүгінгі күнге дейін. Қазан, қыркүйек айында үлкен хирургтардың несі болды. Үлкен конгресс болды, әлемдік. Ол жерде ұйымдастырушылар біздің Казнеуро, нейрохирургтарымыз. Сонда бүкіл хирургияға қатысы бар азаматтардың барлығы жаңа конгресске қатысты. Мен сол лор бөлімі бойынша мен де баяндама жасадым. Сол кезде жаңа статистикамыз жүргізген едік. Осы былайша айтқанда 1,5 жылдың көлемінде 135 адамға жасалды. Ол мен жалғыз өзім жасап атқаным. Бұның ішінде ол бір жылда 135 операция жасалды деген сөз емес, тек қана осы әдіспен жасалғандар. Ал егер мысалы ондай науқастарды көлемін ұлғайтатын болсақ, үйрететін болсақ, мысалы жылына жоқ дегенде құлақтың өзіне 1000 операция жасалса, соның 900-іне осылай істеуге болады. Науқасқа да жеңіл, хирургқа да жеңіл. Және ауруханаға да тиімді. Қай жағынан? Тиімді. Мысалы ол құлаққа мысалы жаңа классикалық артын кесіп үлкен тілік жасалған операциядан кейін науқас қалпына келгенше жоқ дегенде 1 апта. Ол жаңағы мысалы қонақ үй сияқты ғой. Жататын күндерінде тамағы бар, анау деген сияқты ол
қаражатқа келіп тіреледі. Ал мысалы науқас келді, 3 күн жатты, кетіп қалды. Жақсы, ал енді оған қажетті құрал жабдықтар еліміздің әрбір ауруханасында бар ма? Мынау эндоскопиялық стойка деп аталады ғой. Эндоскоп, то есть бүкіл жерде бар негізі. Қазір диагностика сол эндоскоппен жасалады көбінесе. Енді жеке клиникалар олар өздері үшін сатып алады, болмаса мысалы үлкен ауруханалардың барлығында эндоскоп тұрады. Эндоскоптық стойка бүкіл жерде бар. Оның ана басына жаңа қоятын камераны ғана алатын болса, ол өте миллиондаған баға тұрмайды. Сол жаңа камераны келтіреді. Мысалы хирургтар қазір бәрін лапароскопический дейді, эндоскоптарды кіргізеді. Ол жаңа камерасына байланысты. Бұл жерде құлақтың эндоскопы ол кішкене жіңішке, және құлақтың ішіне енген кезде сенің қасынан ұстап тұратын құралыңа да орын болу керек қой. Сол себепті ол жіңішке. Сол басын ғана ауыстырады. Менің ойымша бұны қазір мүмкіндігімізше үйрететін болсақ, онда көптеген жаңағы аймақтардағы, ауруханалардағы енді ота жасап жүрген хирургтар көп қой. Бірақ көбісі микроскоптың жоқтығына байланысты Астана мен Алматыға барады. Ал егер олар мұрынның ішінен жаңа эндоскоппен операция жасап жүр, егер бұны үйрететін болсақ, онда ол көптеген жаңа науқастар кезегін жылдап, 2 жылдап күтпейді. Өзінің жергілікті ауруханасына барады, көреді, сосын істеп береді. Енді оған біздің отандық лор дәрігерлердің біліктілігі жете ме? Ол үшін әрине сіздердің тараптарыңыздан бәлкім бір оқытулар, курстар өткізу керек шығар? Біздің ауруханада негізі квалификация жоғарылату курстар өтіледі. Сол кездерде оларға көрсетуге болады. Болмаса қазір өздерінің ауруханаларына шақырып алып, үйрету жаңа шеберлік сыныптар дейміз ғой, ондай мүмкіндік бар. Әрбір ауруханалар бір-бірімен меморандумға қол қояды. Сосын өздеріне қажетті хирургты шақыртып алады. Бізде осы инструменттер бар. Бізге қалай жасалатынын көрсетіп кетсеңіз, әрі қарай біз өзіміз істейміз. Енді дәл осы сырқаттан айығу үшін шетелдік азаматтар да келетін шығар, Қазақстанға? Менде былтырғы жылы 3 шетелдік науқас болды. Жоқ, 4. Екеуіне жаңа операциялық ем жасадым. Ол біреуіне мұрынға, біреуіне құлаққа. Ол біреуі Россияның азаматы, біреуі Қытайдың азаматы. Азаматтығы Қытай, бірақ ұлты енді орыс. Сосын Американың 2 туристін. Олар кездейсоқ біздің ауруханаға келген екен. Сөйтіп сөйлессем, олар құлағымыз ауырып тұрды, сөйтіп көмектестік. Енді жаңа Қытайдан келген адамнан сұрадым, не үшін сен біздің аурухананы таңдадың, қалай тауып алдың деп. Енді ота жасап жатырмыз ғой. Неужели Қытайда енді мұрынның ішіне операция жасайтын дәрігер жоқ? Ол маған былай, мен Қытайда 5 түрлі дәрігерде болды. Мен барлығы лор дәрігерлер ғой. 5 түрлі диагноз қойды, 5 түрлі баға айтты дейді. Әркім енді былай деп. Бәрібірде біреуді былайша айтқанда диагностикалық жағдайда жаңа алтын стандарт КТ түсірмеген. Компьютерный томография дейді, ол мұрынды, құлақты, тамақты қараған кезде бірінші көзбен көресің, бірақ әрі қарай сүйектің құрылымдарын сен компьютерный томографиясы көре алмайсың. Ол алтын стандарт. Сонда жаңа бірде-бір клиника жасамаған. Мен ол кісіге бәрін түсіндіріп, жаңа КТ-сын, ол маған звондаған кезде, қоңыр соққан кезде айтып түсіндірдім, осылай. Сосын бұл маған айтады, сіздің айтып тұрған нәрсеңізді маған ешкім айтқан жоқ дейді. Мен айттым, онда сіз Қытайда түсіңіз, жаңа кірдіңізді, сосын маған жіберіңіз. Содан кейін барып мен сізге оны егжейлеп түсіндіріп беремін. Ол айтады, мен онда Қытайда түспеймін. Сіздерде бар ма? Ауруханада КТ түсуге бола ма? Бар. Онда мен келем. Содан кейін барып КТ-ны сіздердің ауруханаларына түсем, отаны да сендерді жасадым. Егер ота керек болатын болса. Сөйтіп келді, содан кейін жаңа КТ-сын жасады. Былайша айтқан кезде диагнозы да сондай күрделі емес. Бірақ дұрыс жаңағы науқасқа түсіндірілмеген. Енді бізде қазір YouTube каналда негізі
статистика бойынша жастар көбірек көреді екен. Осы орайда мен сізге енді мына жастарға да бір құлақ қағыс болсын, құлақ қаптың зияны төңірегінде бір ауыз пікіріңізді білгім келіп отыр. Құлақ қаптың зияны дегенде ол мысалы былай ғой, біз жастық кезімізде адамның күш қуаты көп, дені сау, сөйтіп ол бітпейтін ресурс сияқты көрінеді да. Мынау былайша айтқанда механизм түсіндірейін. Дауыстың, адамның есту қабілетін. Ол теңіздің бетіндегі толқынды, бірақ дауыс дәл солай жүреді. Дыбыс, дауыс деген толқынмен жүреді. Бүйтіп толқын келеді да, дабыл жарғағына соғылады. Ол дабыл жарғағы әрі қарай ішінде кішкентай сүйектерді қозғалтады. Сосын әрі қарай ішкі құлаққа, яғни ұлу деген не бар, соның ішінде тағы да толқындар жүреді. Мысалы, электр толқынды алатын болсақ, бәрібір былайша айтқанда, сөйтіп ол әр уақытта қозғалыста тұрады. Енді мысалы, машинаны алайық. Майын ауыстырмай, дөңгелектерін ауыстырмай, сол бір дөңгелекпен жүре беретін болса, ол 2 жылда тозығы жетеді. Адамның ағзасы, енді ол 2 жылда тозыққа келмегенменен, жасы ұлғайған сайын сенің ресурстарың азая береді. Сөйтіп, мысалы, мынау құлаққап, ол өте жақын деңгейден толқындар нетеді ғой, тудырады ғой. Ол адамның құлағы демалмайды. Сүйектері, ішіндегі нервісі, электр демалмайды, жұмыс істеп тұрады. Сөйтіп, ол өзінің анандай кішкентай талшықтар болады. Сол талшықтардың саны азайып кетеді. Талшықтардың содан кейін барып адамның естуі құлдырай бастайды. Сондықтан құлақ қапты мүлде тыңдамауға бол деп айтуға ол дұрыс емес. Құлақты демалдыру керек. Яғни, мысалы, былайша айтқанда академическалық сағатпен алатын болса, 40 минут тыңдадың, 20 минут демаласың. Ең алғашқы ота жасаған сәтіңіз есіңізде шығар? Қандай қобалжу болды? Дәл сол қорқынышты қалай жеңдіңіз? Қорқынышты жеңу. Ең алғашқы ота ол, мысалы, басында осы резидентураға келген кезімізде сенің өзіңнің ұстазың болады. Тәрбиелейтін. Соған қасында дәрігер ғой енді ол. Көрсетеді, не дейді, мынау былай деп. Әрбір тілгенін, мынау. Бірақ мәселе мынандай бір жерде мұрын өте кішкентай болғаннан кейін көріп түсініксіз да, көре алмайсың ғой. Бүйтеді, ол сен неге есті түсінбейсің. Сөйтіп оны ол кезде ютубта жоқ. Қарап көріп алады. Кітапты жаттауға тырысасың. Содан кейін алғаш рет қолыңды берген кезде сен аяқ қолың терлейді. Дірілдеген жоқ, терледі кәдімгідей. Сөйтіп, анау енді былайша айтқанда ол науқас саған сенім артып келіп отырғанменен сенің ол тәжірибеңнің қаншалықты екенін білмейді, бірақ сенім отыр. Сол сенімді ақтау керек. Сол мұрынның пердесіне жасалған ең алғашқы операциям где-то бір 2 сағат 40 минут болды, 3 сағаттың көлемінде болды ғой. Қазір ол операцияны мен 15 минутта бітіріп тастадым. Бірақ ең алғашқы операция солай болды. Енді қазір өзіңіз айттыңыз, болашақ бағдарламасының түлегісіз, Литвада білім алдыңыз. Осы орайда қазір қоғамның ішінде басым бөлігінде болашақ байлардың балалар ғана баратын, бара алатын бағдарлама ретінде сипаттайды. Сіз бұнымен келісесіз бе? Жоқ. Мен мысалы, былайша айтқанда, қазақтың тілімен айтқанда, ауылдан шыққан, қара нан мен қара су ішкен қарапайым қазақтың баласымын. Әке-шешеміз бай емес. Болашақ бағдарламасы ол былайша айтқанда мүмкіндіктердің мекені. Тек қана сенің біліміңді талап етеді. Тек қана біліміңді талап етеді. Ол жердегі адамдар, мысалы енді
басқа саланы білмеймін, медицина саласына олар қазір көптеген жеңілдіктер жасап жатыр. Мен мысалы барып келгеннен кейін, жаңағы әлеуметтік желілерде болмасын, ақпараттық алаңда болмасын, көп адамдар мен сол болашақпен түскіміз келеді деген сұрақтар туындап кетті. Көбіне Инстаграмнан жазады. Сіз осы көрдік, сіздің жаңағы сөзіңізді тыңдадық, сонымен қалай түсуге болады дейді. Ең бірінші ол мәке-сәке деген жоқ. Өзіңнің біліміңе сенесің. Бұрын бір қалжыңдар болушы еді. Оқуға түсейін деп жатқанда кімге сенесің? Көк миыңа, көкеңе, елде көк қағазға дейтін. Сол көк миыңа сеніп барып тапсыру керек. Сосын ол жердегі жаңағы емтихандар бар. Емтихандарға дайындалған адамға ол емтихан қиын емес. Сен егер өзің салаңда, болашақ бойынша өзімнің ойым негізі екі нәрсе. Бірінші, сен өзіңнің еліңді қатты жақсы көру керексің. Ол саған шетелге қашып кететін емес, лифт емес, сенің елің саған беріп жатқан мүмкіндікті еліңе келіп қайтару, яғни отан сүйгіштіктен бару керексің. Және болашаққа түсетін адамдардың барлығы жоқ дегенде елде, жоқ дегенде 5 жыл жұмыс істесе жақсы да. Тәжірибесі бар. Ол оқу өз алдына. Сен жұмысты істеп бастаған кезде сенің өз мамандығың бойынша түсінігің өзгереді, ойың өзгереді, білімің жоғарылайды. Сол кезде барып, шетелге барып, жаңа мысалы айтайық, озық деңгейдегі білімді алу үшін сен өзіңнің деңгейің жоғарылығын көрсету керексің. Шетелге шақырғандар көп болған шығар сізді? Шетелге шақырғанда Литвадағы профессор ондай бір түсініксіздеу айтты да, мүмкін қаласың деген сияқты жүрген кезде. Бұлай көп өзім құлшыныс танысқан емес. Кезінде болған, жастық кезінде. Но айтып отырмын ғой, бірінші ол, мен оны Кеннедидің сөзін жақсы көремін. Отан маған не береді емес, мен отанға не берем деген көзқараспен өмір сүру керек. Енді қазіргі отандас әріптестеріңіздің жағдайы қалай жалпы? Былайша айтқанда былай, әңгіменің шыны, медицинадағы жағдай Алматы, Астанада, үлкен қалаларда бұл дәрігерлердің мүмкіндіктері зор. Барлығы, мысалы, қандай керемет орталықтар бар. Нейрохирургия орталығы өз алдына, кардиохирургия өз алдына, одан бөлек басқа да ауруханалар бар ғой. Олардың жаңағы техникалық құрал жабдық жағынан болмаса білім аламын деген жағынан ешқандай не жоқ, шектеу жоқ. Мүмкіндіктер өте көп. Істеліп жатқан оталар, мысалы, біздегі жаңағы аритмолог дәрігерлеріміз 3-ақ мемлекет, яғни жүректі былай қақ жарып тіліп тастамай, тамыр арқылы тіледі. Нейрохирургтар сияқты жаңағы инсульттың алдын алу, аневризмаларды біздің нейрохирургтар солай істеп жатыр ғой. Енді жүректің кардиохирургтарымыз аритмологтармен қосылып, сондай ота жасап жатыр. Мысалы, олар енді бір жерде болғаннан кейін бірін-бірі үйретеді. Өсіп келатқан өскелең ұрпақты үйретеді. Травматологтар мысалы, буындарды ауыстырып береді. Ол шетелде жасалатын өте қымбат операция. Болмаса жаңағы өкпені ауыстырып салып жатыр, бауырды салып беріп жатыр. Трансплантология. Одан мысалы өзі ең жаңағы гамма пышақ дейміз ғой, онкологиялық ауруларға, соны қолданып жатыр. Біздің елде қолданып жатыр. Осы Астананың хирургтары қолданып жатыр. Мысалы, көп деген, егер уақытылы диагностика жасап, барса, кез келген аурудың жауабын табуға болады. Жазып емдеп жүруге болады. Мүмкіндіктер мықты, шында келгенде мықты. Енді озық тұстары өте көп дейсіз, жақсы. Кемшіл тұстары ше?
Емханадан бастайықшы. Аурухананың өзі емес, емханадағы дәрігерлердің бізде науқас қаралатын халық саны көп қой. Емханадағы дәрігерлердің саны аз, оларға жаңа тіркеліп қойған халық саны көп. Және олардың менің өзімнің пайымдауымда емханадағы дәрігерлердің жалақысы аз. Өте аз. Ол бұл жерден қалай? Ол дәрігер мына жерде 4 сағат жұмыс істейді. Емхананың сағаты басқаша есептеледі. Сосын ол әрі қарай қаражат табу керек, ол жеке бір клиникаға тағы қабылдайды, сосын тағы 3 жерде жұмыс істеу керек болады. Сонда оның демалатын уақыт жоқ. Міндетті түрде 6 айдан кейін ондай адамдар жаңағы былайша айтқанда выгорание дейді ғой, іштей өртеніп кетеді. Болды, сосын жұмыс істегісі де келмейді, сосын оның жаңа диагностика жасаған кездегі несі төмендеп кетеді, оның кері әсері науқасқа тиеді. Дәрігер тапшылығы бар ғой демек? Бар. Қай салаларда бар? Мынау жалпы тәжірибе дәрігер дейді ғой, ВОП-тардың. Міне, мысалы, педиатрлардың Астананың өзінде сондай. Бізде аймақтарда ол деген дәрігердің жетпей жатқаны өте көп. Одан бөлек, мысалы, аймақтарда енді дамып келе жатыр ғой. Бірақ жаңа техникалық жабдықтандыру кішкене әлсіздеу. Материалдық техникалық базалардың. Иә. Енді қазір медициналық университеттерде көп, колледжлерде көп. Неге дәрігер тапшылығы соншалық сезіліп жатыр? Олар аймаққа барғысы келмейді. Мына жақта Астанада, болмаса Алматыда жоқ дегенде үлкен қала Шымкентте қалады. Неге қалады? Себебі жеке клиникаларға сенің бір 2-3 жылдық тәжірибең болса, сол жерге алып қалады сені. Ана жаққа барып, оған мысалы жаңағы кішігірім пайызы төмен кредит берген күннің өзінде де сен о жаққа барып, дәрігер ол не істейді ол? Дұрыс скальпелі жоқ, например, эндоскопиялық стойкасы жоқ, КТ аппаратура жоқ. Ол барады да жай қарайды да, вот сізге анда бару керек, сізге мында бару керек деп жолдама жазып береді, болды. Демек, олардың сіздің пайымыңызша жалақысын көтеру керек. Сонда ғана алып қалу мүмкіндігі бар, иә? Мен ойымша, иә. Ол жоқ дегенде 1,5-2 есе көтеру керек. Ол жаңағы жалпы тәжірибе дәрігерлерінен бөлек, ол мысалы енді қазір ақырын көптеген қаражат бөлініп жатыр ғой. Мен ойымша 5 жылдың көлемінде оған да жетіп қаламыз. Бірақ дәл тас түскен жеріне ауыр демеймін, дәл қазіргі уақытта проблема сондай. Жалпы өзіңіз креслоға құмарсыз ба? Мен бар ғой, шын айтамын, мен ондайға құмарлық жоқ. Себебін айтайын ба? Ол, мысалы, мен дәрігермін. Мен жауапкершілігім өзіме келген науқасқа ғана байланысты. Мен бөлім меңгерушісі болам. Мысалы, мен қарамағымдағы 5 дәрігерге жауап беруім керек. Одан қалды 15 мейірбикеге жауап беруім керек. 10 жаңағы санитарға жауап беруім керек. Одан қалды жаңағы 5 дәрігердің 5-5-тен науқастары бар, 25 адамға жауап беруім керек. Сонда жауапкершілігім 100 адамға артады. Егер одан тағы да жаңағы хирургиялық бөлімнің меңгерушісі болса, сенің құрамыңа, қол астыңа жоқ дегенде 200 адам кіреді. Ал 200 адамның барлығы ол сағаттың механизмі емес, бір жерде болмасын, бірде олқылық кетеді, міндетті түрде ол жауапкершілік талап етеді. Демек, жауапкершіліктен қашасыз ба? Қашуда емес, креслоға құмарлықта емес. Егер мен мысалы, қазақтың сөзі бар, 40 деген ханның жасы дейді. Сен креслоға бару үшін жан жақты қалыптасқан азамат болу керексің. Яғни сенде өзіңнің салаңнан бөлек финансовый біліктілік болу керек, психологиялық біліктілік болу керек, дипломатиялық біліктілік болу керек.
осының барлығын егер әдемі қамтамасыздандырылған болса, онда иә, Крестоға бар, сосын көрсет жұмысын. Иә, нәтиже көрсет. Міндетті түрде ол кресло деген нәрсе, егер сен дайын болған кезде, ол жан-тәніңмен өзіңнің жұмысыңды жақсы көру емес, ол жауапкершілікті сезіну. Біздің дәрігердің жұмысы ол жауапкершілікті сезіну деген, ол деген өте жоғары деңгейде. Ал егер кресло беретін болса, мысалы Мұхтар Шахановтың Құз басында аңшының зары деген кітапта бір өте күшті мысал келтіреді осы басшылық туралы. Айтады, сен дейді, бір патша қарапайым киініп алады да, өзінің жаңағы елін аралайды ғой. Сосын ең бірінші келіп сиыршыға келіп жолығады. Сосын сұрайды, сен егер патша болсаң, не өзгертер едің деп сұрайды. Сонда малшы айтады, мына сиырды атқа мініп бағар едім дейді. Яғни не деген, бұл не деген сөз? Оның жеткен деңгейі, алған білімі енді сол, мынау бір жақсы. Яғни қара басынан басқа ештеңе ойламайды. Ал сен деген ол кезде, мысалы басшылыққа келдің, мысалы шетелдегідей болатын болса, бір жыл жаңа договорды бір жылға қолдық дейік. Бір жылдың ішінде егер сен жұмысыңда нәтиже беретін болса, ол әрі қарай жалғастырсын, өссін. Енді бұл сұрақты қойып отырған себебім, мәселен, егер сізге үлкен бір қызмет берілсе, медицина саласында, ең бірінші нені өзгертер едіңіз? Медицинада мен мысалы егер министрліктің құрамында, егер Абайдың тілімен айтқанда закон қуатты адам болатын болсақ, онда білім ғылым министрлігімен қосылып, ең бірінші жаңа хирургтар дейміз ғой енді. Солардың оқыту деңгейін кішкене өзгертер едім. Айтып отырмын ғой, жаңа біз шетелге барамыз, бізге биологиялық материалдар береді. Енді адамның мүшелері дейік қой болса айтқанда. Сол мүшелерге біз ота жасаймыз. Сондай ота жасау мүмкін орталықтарын ашар еді. Өйткені хирургия ол адами фактор болғаннан кейін хирургияда әртүрлі асқынулар болады. Бірақ сол асқынулардың санын өте азайту үшін ол сенің резидентураның кезінен қолыңның машықтануы. Курстарды жаңа резиденттерге арзанырақ қылып ұйымдастыруға болатын еді. Қазір мысалы жаңа цифрлық даму өте жоғары деңгейде жүріп жатыр ғой. Мысалы 3D принтерлерде әртүрлі мысалы заттармен адамның мүшелерін сондай орталықтарды көбірек қалатын еді. Терапевттерге жақсырақ. Егер сен тіл білетін болсаң, болмаса жаңағы олар протоколмен емдейді ғой, хаттама бойынша емдейді. Сосын олардың оқу мүмкіндіктері жоғарылау. Егер мысалы барып, оқып, көріп, мысалы мына дәрінің құрамы осындай деп, олар науқасқа диагностикасын қойып, нетуге болады, емдеуге болады. А хирургта ол міндетті түрде қолмен жұмыс істегеннен кейін оны жаңа машықтандыру керек. Ол да тренировка сияқты ғой. Істедің, көрдің. Сонда менің ойымша оқыту үрдісін сондай үлес қосар еді. Міндетті түрде оны заңды түрде Қазақстанның ішінде қалыптастыруға болады. Өзімнің ойым. Енді демек қызметке шақырса барасыз? Шақырса баруға болады. Бірақ қазақтың бір қызық мақалы бар да, сұрамаған балаға емшек жоқ дейді. Орысша мынандай сөз бар. Власть не дают, а берут дейді. Бірақ медицинада болғаннан кейін мен ойымша ойлаймын, егер ұстаз ретінде болатын болсам, жаңа жас буын лорларды дұрыстап тәрбиелесем, мен қоғамға беретін пайдам көбірек болатын еді. Жақсы. Енді сізбен сұхбаттасардың алдында шыны керек сіз туралы көп іздендім. Жеке парақшаларыңызды ақтарып шықтым. Өзіңіз айттыңыз, бағана өлең жазатын қабілетім бар екен деп. Көп өлеңдеріңізді жатқа білмеймін деп айтып отырсыз. Маған мына бір шумағыңыз Facebook парақшаңыздың бірінші бетінде тұр.
қиындыққа мойымай, адамдық бойда жойылмай, арманға бірақ берік бол, маңдайға соққан сойылдай. Өзімдікі деп жазып қойыпсыз. Жалпы өлеңді жиі жазасыз ба? Ол егер мысалы Асан Қайғының сөзі бар ғой. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл ой түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз шер толқытса шығады дейді. Яғни шабыттың келуіне байланысты. Кейде бір түн ортасында оянып аласың. Сосын көрген, естіген, болмаса бір сұхбат барысында шабыт келеді да ой туындайды. Сөйтіп сол ойының барысында ұйқастар келеді да. Сөйтіп оны жазып тастаймыз. Егер жазбасам мен таңертең оны ұмытып қаламын. Кітап шығару ойыңызда бар ма? Өте күшті сұрақ. Мен бір кітапты бастап қойдым. Енді ол былайша айтқанда қазақша, мынау қазір кітаптар көп қой, дәрігерлердің жазған. Мысалы бір гинеколог жазған, жаңағы нейрохирургтың жазған. Сол лордың басынан кешкендері өте қызықты. Қандай нәрсені былай істесе болады, істемеген дұрыс деген сияқты. Сондай кітапты жазғам, бір 75% аяқталды. 25%-дай тұр. Анау бір шығармашылық кризис болып жатыр да. Негізі ойда тұр. Просто уақыт таппай жүрмін, отырып, жазып, бір тексеріп, сосын редакторларға көрсетсем бе деген. Бірақ ол кітапты бастамасын жасап қойдық. Мен енді фейсбугіңізді мен оқып қарап шықтым. Мына бір постыңызға мен тоқтадым. Сізге оқып берейінші. Тіпті жоспарлы операцияның өзін болмысыңмен беріліп, шыбын жаныңды шүберекке түйіп, науқасыңа жақыныңнан бетер жаның ашып жасайсың, алаңдайсың. Хирург қасапшы емес, жүрегі мен жаны бар, ет пен сүйектен жасалған адам, қолынан келгенше көмегін аямайды. Әріптестеріме төзім мен шыдан берсін. Басқа бауырларға барымызды бағалайық. Бұл ой оңашада сізге қайдан келді? Осы өткенде анау дәрігерлердің шабуыл жасады ғой. Той жедел жәрдемнің дәрігерлерін ұрып соқты. Одан Алматы облысында бір қандай бір дәрігер кетіп қалды. Сонымен ойланып отырған кезде соның барлығын жаңағы былайша айтқанда сараптап отырып, ойлаймын да, Қазақстандағы дәрігерлердің деңгейі өте жоғары. Барлығы мысалы барын салып істейді. Адамның ағзасы деген ол неместе бір машина механизм емес те. Қай жерінен олқылық танытатынын білмейміз. Өйткені мен мысал алайық. Мұрын пердесі дейікші. 100 адамға операция жасайды. 100 адам. Бір техника, бір хирург, 100 адам. 101-шіге келген кезде не қан қысымы жоғарылап кетеді. Не қан тоқтамайды. Неге тоқтамайды? Түсініксіз. Ол жоспарлы анализге келген адам. Жоспарлы операция. Содан бәрібір әйтеуір барыңды салып, оны жасап бересің. Кейде болады, мысалы, бізде де болады, профессорда да болады. Сол бағана айтқандай, шырышты қабат өте жұқа болады, тесіліп қалады. Бірақ оның науқасқа ешқандай несі келмейді. Кедергі, соның мұрны демалады, бірақ қана кішкене қолайсыздық, дискомфорт болады. Сосын ол дәрігерді кінәлайды. Сен мысалы оны әдейі тесем деп тескен жоқсың. Болмаса басқа хирургтарды алайық. Сол жаңағы өт жолдарын алып тастады, біреулерге жақсы болып кетті, біреуде перитонит болды деген сияқты. Сондай нәрселердің барлығын сараптап кеп шыққан ойлар ғой. Енді бір шыны керек постыңыздан бір кейген кейіпті іштей сездім. Ол сол кездегі как раз анау Алматыда ол жердегі анау Талдықта болған оқиға ғой.
туыстары енді қайтыс болып кетті. Олар ауруханаға өлген адамды әкеп тұр. Бірақ сонда да ана дәрігерлер жаман қылып сабап ұрып жатыр да, не істейсің сен құдай емессің ғой. Қолынан келген реанимациялық шаралар жасалып жатыр. Оны ұрып сабайтындай ол не істеп қойды? Сол о жердегі енді көпке топырақ шашпайсың, сол кезде просто анау ұрып кішкене сабырға шақыратын үлкендері қайда оны? Оны дәрігер өлтірген жоқ қой. Даже мысалы ауруханаға келген кезде көбісі, мысалы кейбір жағдайларды алайық. Дәрігерді кінәлап бастайды. Неге бүйтпей жатсың, неге сөйтпей жатсың? Әрбір нәрсенің өзінің протоколы бар. Әрбір заңына, үйренген нәрсесіне байланысты кез келген адамға көмек көрсетіледі. Ал енді ол уақытқа дейінгі нәрсені ешкім есеп қалмайды. Жаңағы адамның өмір сүру үрдісі қайда қалды? Ол неге ол жағдайға тап болды? Оның бәрі есеп қалмайды, сен дәрігер кінәлі болып қалады. Сөйтіп, біздің қазақтың күшті сөзі бар. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Бірақ адамның барлығы ондай қағидаларды есеп қалмайды. Жалпы осындай сәттерде дәрігер болғаныңызға өкінбейсіз бе? Дәрігер болғаныма еш уақытта өкінген емеспін. Мен өйткені өзім былай деп әзілдеп айтамын ғой. Менің есімім Медет. Медет деген ол анамыз туған кезде білген шығар осы. Көмек берсін, қолдау көрсетсін. Медет болсын. Иә, Медет болсын деп сөйтіп қойған атымды. Туған күнімде 03 тұр. Скорыйдың нөмірі. Сондықтан мен туғанынан дәрігер болып туған адаммын. Енді нүктелі сұрақ болсын. Болашақ жоғы жоспарларыңыз? Болашақ жоспар жаңағы осы әдісті ауқымдандыру. Ол бір, кітапты жазып аяқтау, екі, сосын сол шәкірттерді дұрыстап тәрбиелеу, біліктілікті жоғарылату. Жақсы, көп рахмет сізге. 1 сағат 10 минут сұхбаттастық, уақыттың қалай өткенде байқамай қалдық. Жұмысыңызға табыс тілеймін, отбасыңызға, жақындарыңызға амандық тілеймін. Осы ел мүддесі үшін жасап жатқан істеріңіз қайырлы, берекелі, қоғамға үлкен бір пайдасын алып келсін. Сұхбатқа шақырғаныңызға көптен көп рахмет. Амандықта жолығайық. Жақсы. Достар, осымен бүгінгі біздің сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы Президенті іс басқармасының медициналық орталығы ауруханасының лор дәрігері Медет Елтайұлы Махамбет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.